Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Әсем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге мерекелік дастархандарға да қоюға болатын осындай әдемі салаттың видео рецептісін сіздерге көрсететін боламын. Және де күнделіктіге де жасап жегенге өте әдемі, дәмі ерекше болып шығатын салаттың видео рецептісі. Және де қандай заттар керек, қандай мөлшерде керек, видеоның астына описаниеге қалдыратын боламын достар. Ең алдымен ұзынша етіп осылай видеода көргеніміздей сырымызды бөліп, жақсылап әдемілеп турап аламыз. Мен бұл жерде сметанный сыр қолдандым. Кез келген сырды қолдана берсеңіздер болады. Және де осылай тарелкамызға осылай қоятын боламыз. Келесі кезекте осындай қиярымызды, яғни огурцымызды осылай ұзынша етіп турап, екіге бөліп, видеода көріп тұрғандарыңыздай әдемілеп турап алатын боламыз. Дәмі ерекше әдемі шықты. Жасап жеуге кеңес беремін достар. Және де айта кетейін достар, менің каналымда плейлист бар. Сол жерде папкеге бөліп қойғанмын. Кешкі ас түрлері, тәтті бәліштер, сусындар, салаттың видео рецептілері де бар басқада. Сол жерден өзіңізге керекті салаттың видео рецептісін көрсеңіз болады достар. Және де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар достар. Енді осылай жұмыртқамызды, қайнатылған піскен жұмыртқамызды, 2 жұмыртқа қолдандым мен. Жақсылап осылай турап алатын боламыз. Міне видеода мұқият қараңыздар, осылай ұзынша етіп бөліп, және де оны екіге бөліп осылай турап алатын боламыз. Өте дәмі ерекше әдемі болып шықты. Және енді қызанағымызды жақсылап осылай әдемілеп турап алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Дәмі ерекше әдемі болып шықты. Себебі құрамына сыр қосылғандықтан ерекше әдемі болды достар. Сыр, жұмыртқа, қияр, қызанақ өте бір дәмі ерекше әдемі үйлесті. Және де менде осындай дүкеннен сатып алған картофель пай бар. Қолдан пісіріп қоссаңыздар да болады. Жоқ болса, қоспай қойсаңыздар да болады. Немесе қалауларыңызға қарай ет, шұжық қоссаңыздар да болады. Осы картофель пайдың орнына. Және де кішкене тұз себелейміз. Жұмыртқа, қияр, қызанақтың үстіне ортасына осылай майонезді қойып, дастарханымызға ұсына береміз достар. Баршаңызға ас болсын, міндетті түрде жасап жеңіздер достар. Видео рецепті ұнаса, поделиться батырмасын басып, жақындарыңызбен бөлісіңіздер достар. Комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Видео ұнаса, лайк басып қойыңыздар достар. Баршаңызға ас болсын.